Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін 156 жалпы білім беретін мектептің авторлық бағдарламасын тарату бойынша кезекті қалалық вебинарға қош келіпсіздер дейміз. Бірінші бізде сөз сөйлейтін математика пәнінің мұғалімі Нұржан Гүлжан. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Акмова Нуржан. Моя авторская программа «Элективный факультативный курс для учеников 5-9 классов» на тему формирования функциональной грамотности на уроках математики. Рецензентом на данную авторскую программу является Институт филологии, кафедра практического русского языка, доктор философии Ержанова, профессор Института педагогики и психологии Казанова имени Абая Бекмагамбетова, старший преподаватель кафедры математики и математического моделирования Института математики и физики и информатики Бекбаева. Введение актуальность авторской программы быстро меняющая мера, то есть современная профессия требует высокого уровня функциональной грамотности. Программа помогает ученикам адаптироваться к этим требованиям. Цель программы является развитие функциональной грамотности у учеников посредством формирования умений применить математические знания. Задача программы – это развивать аналитическое мышление учеников, обучать методам решения практических задач, навыки критического мышления, умение работать с данными элементами, что способствует формированию. Заключение. Такой подход может ученикам осознать, применять математику в жизни и разовых ключевых моментах для развития функциональной грамотности. Рахмет. Бүгінгі Нұржанқызына қоятын сауалдарыңыз болса, осы зумның комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Келесі өзінің авторлық бағдарламасын бізге таныстыратын Жамашева Әсем Тұрсынхановна спорт және денсаулық күні. Педагог модератор санатын қайта қорғау бойынша Әсем Тұрсынхановнаның тәжірибесімен таныстырыңыздар. Алматы қаласы Наурызбай ауданы 107-ші мектептің дене шынықтыру мұғалімі Жамашева Әсем Тұрсынханқызы. Әдістемелік нұсқаулықтың маңыздылығы жарысты жоспарлау, оны өткізу, денсаулық күнінде оқушылардың денсаулығын нығайту, оқушылардың қызығушылығын арттыру, қызықты әрі нәтижелі өткізу үшін тиісті жұмыстарды нақты жүргізу. Әдістемелік нұсқаулық уақыт талабынан туындаған қажеттілік деп білеміз. Балалар біздің болашағымыз. 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық күні. Жас ұрпаққа адам денсаулығын өмір сүру үшін бағалы байлық екендігін түсіндіру, денесін шымырдап шапшаң, ұқыпты да жинақы, әдемі де сұлу болуға тәрбиелеу. Денсаулық күні содан соң денсаулық айлығы деп үнемі өткізіп отыру. Дәрігерлік арнаулы топтағы оқушылардың барлық оқушылармен бірдей қатысуын қамтамасыз ету. Оқушыларға дене жүктемесін сатылап ауырлатып отыру керек. Оқушылар мен ұстаздар бірге денсаулықты нығайту керек деп ойлаймын. Рахмет Әсем Тұрсынхановна. Әсем Тұрсынхановнаға қоятын сауалдарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Келесі бізде өзінің тәжірибесімен тарататын Сегізбаева Айнұр Турбакановна, оқушылар ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Наурызбай ауданы 157-ші жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі Сегізбаева Айнұр Турбакановна. Менің ұсынайын деп отырған элективті курс бағдарламамның тақырыбы English for Communication. 6-шы сынып оқушыларына арналған бағдарлама. Бағдарлама 6-шы сынып оқушыларының ағылшын тілінде еркін сөйлеу және қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытуға бағытталған. Қазіргі заман талабына сай ағылшын тілін оқып үйрену арқылы өркениетті дамыған елдердің мәдениетін жете түсіну еліміздің жастары үшін өте маңызды. Білім алушылар ағылшын тілін қарым-қатынас құралы ретінде еркін меңгеріп, жан-жақты дамыған білікті тұлға ретінде қалыптаса алады. Бағдарлама аптасына 1 рет, жылына 34 сағатқа есептелген.
Жалпы алғанда English for Communication элективті курс бағдарламасы жоғары деңгейде жасалған. Бағдарлама 6 сынып оқушыларының еркін сөйлеу және қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Бағдарламаны ұсынылған ескертулерді ескере отырып, білім беру процесіне енгізуге болады. Рахмет сізге, Айнұр Тұрдыбакыновна. Айнұр Тұрдыбакыновна, қоятын сұрақтарыңыз болса, осында жазсаңыздар болады, немесе сұрақ қоюларыңызға болады. Олай болса, келесі бізде өзінің авторлық тәжірибесімен таныстыратын Аргенова Махаббат Тілегеновна, ағылшын тілінің пәні мұғалімі, педагог, сарапшы. Саламатсыздар ма? Мен Аргенова Махаббат Тілегенқызы, номер 157 жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі. English for Communication атты бағдарлама. Бұл бағдарлама 7 сынып оқушыларына арналған. Бағдарлама аптасына 1 сағат, жылына 34 сағатқа есептелінген. Бағдарламаның өзектілігі, яғни жаһандану заманында ағылшын тілі халықаралық қарым-қатынас құралына айналды. Оқушылардың ағылшын тілінде еркін сөйлеу қабілетін дамыту, олардың әлемдік білім кеңістігіне кіруі, халықаралық жобаларға қатысуына мүмкіндік береді. Бағдарламаның өзектілігі осыған байланысты. Бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері. Мақсаты айқын, яғни 7 сынып оқушыларының ағылшын тілінде еркін сөйлеу және қарым-қатынас жасау дағдыларын дамыту. Бұл мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер қарастырылған. Яғни сөздік қорды байыту, грамматикалық білімдерді жетілдіру, сөйлеу дағдыларын дамыту, монолог және диалог. Қорыта келгенде, English for Communication авторлық бағдарламасы 7 сынып оқушыларының ағылшын тілінде еркін сөйлеу және қарым-қатынас жасау дағдыларын дамуына ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет. Махаббат Тілегеновнаға қояр сұрақтарыңыз болса, мархабат. Жазбаша сұрақтарыңызды комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Келесі бізде номері 157 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шағатаева Айзада Қанатқызы. Тақырыбы грамматика сыры 2 сынып оқушыларына арналған. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі авторлық бағдарламамның мақсаты оқушылардың алған білімдерін жетілдіре отырып, тіл байлықтарын, өз ойларын нақты, терең мағыналы әрі көркем жеткізе білу дағдыларын дамыту. Өзіне сенімді, мәдениетті тұлға тәрбиелеу. Оқушылардың ауызша және жазбаша тілін дамыту. Олардың білімге сүйгіштігін, орындалатын жұмысқа деген жауапкершілігін арттыру. Тәрбиеленеді, тіл байлығы жетіледі, жан-жақты ізденушілігі артады. Назарларыңызға Фатимаға қоятын сауалдарыңыз болса, қоюларыңызға болады, немесе комментарий бөліміне жазуларыңызға әбден болады. Келесі бізде номер 157 білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Умирова Айзада. Математика сыры атты арналған элективті курсымен таныстырады. Құрметті әріптестер, мен номері 157 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Умирова Айзада Қасымжанқызы. Бүгінгі авторлық бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың негізгі курсты оқу барысында алған білімдерін тереңдету. Математикалық білімді күнделікті өмірде қолдануға деген. Бағдарламаның міндеті даралық, қолжетімділік, ғылымилық, сабақтастық, нәтижелік, саралап оқыту, бақылау әдістерінің. Күтілетін нәтиже бала тұлғасының дұрыс өсуіне, ақыл ойдың дамуына, оқушылардың тұлғалық сезімталдық, еріктілік, белсенділік қалыптастыру. Құбылыстарды жалпылайтын және қоршаған ортаны танып білуге ықпал ететін екен.
ерекшелігі білім алушылардың математикаға деген қызығушылықтары артып, белсенді қатысуына ықпал етеді. Сонымен қатар логикалық ойлау қабілеттері дамып, құлшынысты зияткерлік қырлары ашылады. Математикалық білімдерін өмірде қолдана біледі және болашақта жан-жақты дамыған, дүниетанымы кең, бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастыра аламыз. Назарларыңызға рахмет. Айзада Қасымжанова, сізге үлкен рахмет. Айзада Қасымжанова, қоятын сауалдарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Ал жазбаша сұрақтарыңызды комментарий бөліміне қалдырыңызға да болады. Бізде енді бастауыш мұғалімі Қанағатова Тоғжан Дәулетқызының математика сыры 2-ші сыныпқа оқушыларына арналған элективті курсының бағдарламасымен таныстырады. Сәлеметсіздер ме әріптестер, номер 157 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Қанағатова